оқушылар, кері байланыс берейік. Мына жақта комментарийден қарап отырмын. Аха, иә дейді Дамира Ажар. Расыл, иә дейді. Жақсы оқушылар, бүгін біз тотығу тотыстану реакцияларын өтетін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, бірден қойып отырсаңыздар. Тотығу тотыстану оқушылар, себебі бұл тақырып нағыз ұбт-да өте көп келеді. Бұны біз меңгеріп алуымыз керек. Жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз қалай оқушылар? Көңіл күйлеріңіз мықты болса, бүгінгі сабақ өте қызықты өтеді. Кеттік. Тотығу дәрежесін ең алдымен біз тотығу тотыстану есептерін шығару үшін тотығу дәрежесін анықтай алуымыз керек. Тотығу дәрежесі дегеніміз не? Химиялық қосылысты тек иондардан тұрады деп қарастырмай, әр атомда болатын біз зарядтарды қарастырамыз. Енді осыған байланысты біз қарастырып өттік. Жай заттардың тотығу дәрежесі 0-ге тең оқушылар. Жай зат дегеніміз не ол? Комментарийға жазып өтейік. Заттарды екіге бөліп қарастырамыз, жай зат және де күрделі зат. Жай зат деп отырғанымыз тек қана бір ғана элемент атомнан тұратын қосылыстарды қарастырамыз. Мысалы, натрий, калий деген сияқты элементтердің барлығы бізде жай заттар, Жай заттардың тотығу дәрежесі оқушылар жаттап алыңыздар, 0-ге тең, всегда 0-ге тең болады. Келесі, біз барлық қосылыстарда оттектің тотығу дәрежесін -2 деп қарастырамыз, тек қана оның 2 қосылысы бар. Ол оттек пероксиді, яғни пероксидтерде H2O2, осы жерде бізде оттек -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Және де фтормен қосылысында, яғни оттек фторидінде +2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Себебі номер 1 тотықтырғыш ол бізде фтор болып табылады. Түсінікті ғой, Осы 2 қосылысында ғана оттектің тотығу дәрежесі басқаша болады. Қалған қосылыстардың барлығында оттектің тотығу дәрежесі оқушылар -2 болады. Осыны жаттап алыңыздар. Келесі, сутектің тотығу дәрежесі всегда 1-ді көрсетеді. Тек қана бір ғана қосылысында сутектің тотығу дәрежесі -1 болады. Ол қандай? Мысалы, натрий гидридін алайық. Яғни гидриттелер деп тұр ғой, осы жерде сутек -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал металл ол +1-ге тең. Түсінікті ма оқушылар? Сұрақ бар ма? Және түсінікті дейді. Аха, қалған оқушылар түсінікті ма? Апай қатып жатырсыз дейді. Барлықтарыңызда қатып тұр ма? Жоқ, сұрақ жоқ дейді. Түсінікті дейді. Түсінікті дейді Расыл. Аха, түсінікті болса, қазір біз иондық топтардың тотығу дәрежесін қалай анықтаймыз, соны қарастырайық. Яғни иондық топтарда элементтердің тотығу дәрежесі олардың ион зарядына тең. Ол деп отырғанымыз не? Ион зарядын сіздер жоғары жағынан көресіздер, ерігіштік кестесінде олардың барлығы берілген. Мысалы, біз бірінші кезекте аммонийді анықтап көрейік, Мысалы, иондардың тотығу дәрежесі жоғары жағында тұрады. Мысалы, OH- деп тұр. Яғни, минус деп тұрғаны оның 1 тотығу дәрежесін көрсетеді екенін біз анықтай аламыз. NH- деп тұр. Оның да тотығу дәрежесі 1-ге тең оқушылар. Осылай анықтаймыз. Немесе мына жақта SOH 2- деп тұр. Бұл дегеніміз оның тотығу дәрежесі -2-ге тең деген сөз оқушылар. Мысал ретінде аммонийді қарастырайық. NH4. Оның заряды негізінде плюсқа тең, плюсқа тең. Осының құрамындағы азоттың тотығу дәрежесін анықтай оқушылар. Мен жаңа айттым. Сутектің тотығу дәрежесі нешеге тең деп айттым. Айтыңыздар. Сутектің тотығу дәрежесі. Жоқ, сутек жаңа қарастырдық қой. Қараңыздар, сутектің тотығу дәрежесі нешеге тең? +1 оқушылар. Осыны жаттап алыңыздар, шатаспаймыз бұдан. Біз енді осы жерден азоттың -3 тотығу дәрежесін дәлелдейік, қалай ол -3 шығады? Сіздер жаттап алғансыздар оны. Сутек +1, мына жаққа біз +1 деп аламыз. Енді қараңыздар. Мына жақта x плюс 1-ді 4-ке көбейтесіздер, ол 4-ке тең оқушылар. Және де оның плюс деп тұрғанын біз 1-ге теңестіреміз. Плюс деген ол 1 деген санды білдіреді, Енді x-ін мәнін табатын болсаңыздар, осы жерден біз азоттың -3 тотығу дәрежесін көрсете алатынын біле аламыз. Сондықтан мұнда азотты -3 деп қоямыз оқушылар. Енді осыған ұқсас сіздерге тағы да бір тапсырма беріп көрейін, Мысалы, біз SO4-тегі күкірттің тотығу дәрежесі қаншаға тең, соны анықтап көрейік. Мысалы, SO4 оның сыртында ионы 2- деп тұрады, 2-. Міне осылай тұрады. Енді қараңыздар, бізге табу керек күкіртті. Ал оттектің тотығу дәрежесі нешеге тең? Жаңа айттым. Оттек нешеге тең оқушылар? +6 дейді. Расыл анықтап қойды. Молодец, Расыл. Оттек -2, әрине. Оттек -2 болады. Мына жаққа жазып қоямыз. Енді қараңыздар, x плюс -2-ні 4-ке көбейтетін болсаңыздар қаншаға тең? Ол -8. Сондықтан мына жаққа біз x -8 деп бірден жазамыз. -8 тең бізде -2 болады оқушылар. Енді қараңыздар. -2 теңдіктің оң жағына 8 өтетін кезде плюс таңбамен өтеді оқушылар. Сондықтан мына жаққа біз +8 деп аламыз. Енді x-ін мәнін табатын болсақ, +8-ден 2-ні азайтатын болсаңыздар, үлкен санның таңбасы қойылады. Сонда +6 болады. Мінекей, біз осы жердегі күкірттің тотығу дәрежесін анықтадық оқушылар. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма?
сұрақ жоқ дейді. Аха, сұрақ жоқ болса, сіздерге тапсырма оқушылар. Дәл осыған ұқсас тағы бір тапсырма беріп көрейін. SO3 2 минус, иә? Осы жердегі күкірттің тотығу дәрежесін анықтаңыздар. Сіздерге 1 минут уақыт. Сағат неше болды? Так, 8 өтті, 9 өткенге дейін анықтап жазып жіберіңіздер. +4 дейді. Жанерке молодец, уже тауып қойды. Қалған оқушылар +4 дейді аяу. Аха, Ұлпан +4 дейді, Ажар +4 дейді. Өте керемет оқушылар, Саялы дұрыс айтады. Барлықтарыңызға түсінікті ғой, иә? Түсінікті болса оқушылар, онда кеттік. Келесі біз не істейміз? Оксидтердің тотығу дәрежесін анықтауды үйренеміз. Енді бізде металл катиондары әрқашан оң зарядталған. Металл катиондарын қарасаңыздар, мысалы, бірінші топта орналасқан, екінші топта, үшінші топта осылай кете береді, иә? Натрий бірінші топта орналасқандықтан оның тотығу дәрежесі 1-ге тең. Калий да бірінші топта орналасқан, оның тотығу дәрежесі 1-ге тең. Осылай жазып қоясыздар. Келесі, кальцийдің тотығу дәрежесі 2 екенін біз қайдан анықтаймыз? Қарайсыздар топ номеріне. Кальций бізде екінші топта орналасқан, сәйкесінше оның тотығу дәрежесі бізде +2. Осылайша біз не істейміз? Металл катиондарын әрқашан плюс тотығу дәрежесін көрсететіндігін анықтай аламыз. Енді қышқыл қалдықтары, аниондар әрқашан теріс зарядталады. Мен жаңа көрсеттім. Қышқыл қалдықтары мына жерде орналасқан, иә? Иондардың астында NO3-тен бастап, мына жақта хром 4-ке дейін, хром оксидіне дейін бізде қышқыл қалдықтары орналасқан. Осы жерден анықтай аласыздар оқушылар. Осы жерде барлық қышқыл қалдықтарының тотығу дәрежелері берілген. Енді келесі, элементтердің әрқайсысы кестеде фторға жақын орналасса, ол минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Себебі номер 1 тотықтырғыш бізде фтор болып табылады. Фтордың тотығу дәрежесі -1 оқушылар. Осыны жаттап алыңыздар. Бұл жайзат күйінде емес, қолсыздар күйінде ғана солай болады. Енді тотығу дәрежесін анықтайық. Мына жақта сутек, натрий, алюминий және де барий берілген екен, иә? Әрқайсының тотығу дәрежесін анықтап көрейік оқушылар. Қалай анықтаймыз? Комментарийға жазыңыздар. Қалай анықтаймыз? Қатып қалды ма оқушылар? Ажар, бұл жерде ескеру керек. Олардың қандай күйде орналасқан оқушылар? Олар жайзат күйінде орналасып тұр ғой барлығы. Онда жайзаттардың тотығу дәрежесін не деп қарастырдық біз жаңа? Я, жайзаттар, Нұршат дұрыс айтады, жайзаттардың тотығу дәрежесі 0 болады, барлығы 0 болады оқушылар. Сутекте, натрийде, алюминийде, барийде барлығы 0 болады. Осыны ескеріңіздер. Бұны шатастыруға болмайды. Енді келесі біз SO2-дегі күкірттің тотығу дәрежесін анықтап көрейік. Сіздер білесіздер, оттек всегда -2-ні көрсетеді, иә? Мына жаққа -2 деп жазып аласыздар. -2-ні 2-ге көбейтесіздер, бірден күкірттің +4 екенін білесіздер. Осылай анықтайсыздар. Келесі, мына жақта біз фосфордың тотығу дәрежесін қалай анықтаймыз? Қайтадан оттектің -2 деп жазасыздар да, -2-ні 5-ке көбейтесіздер, 10 болады, иә? Мына жақта фосфордың алдында 2 деген индекс тұрғандықтан 10-ды 2-ге бөлесіздер оқушылар. Түсінікті ғой, иә? 10-ды 2-ге бөлесіздер, бұл жерде +5 деп аласыздар. Мінекей осылай анықтаймыз. Келесі, кальцийдікін бірден білсеңіздер болады. Ол екінші топта орналасқан, сондықтан оны +2 деп аласыздар, иә? +2, оттек -2. Мінекей осылай анықтайсыздар. Келесі, фосфордың 3 валентті оксиді. Оттек -2-ге тең оқушылар. -2-ні 3-ке көбейтесіздер, 6 болады. 6-ны 3-ке бөлесіздер, сонда +3 болады. Әрине дұрыс айтасыздар. Келесі, күкірттің 6 валентті оксиді. Нешеге тең? +6 дейді аяу. 2-ні 3-ке көбейтесіздер, 6 болады. Мына жаққа +6 деп жаза саласыздар. Болды. Біз оксидтердің тотығу дәрежесін анықтауды үйрендік. Сұрақ бар ма? Нақты сұрақтар болса жазып жіберсеңіздер оқушылар. Сұрақ жоқ дейді. Жоқ дейді Нұрасыл. Аха, өте керемет. Сұрақ жоқ болса, онда кеттік келесіге. Келесі біз қышқылдардың тотығу дәрежесін анықтауды үйренеміз. Яғни қышқылдардың құрамындағы металдардың, иә? Енді қараңыздар, біз бұны теңдеу арқылы анықтасақ болады, немесе бірден көбейте салсақ болады жаңағыдай. Оттек -2 дейсіздер, тұрақты, одан кейін сутек тұрақты +1-ді көрсетеді, иә? 2-ні көбейтесіздер 3-ке, ол 6-ға тең, 1-ді 2-ге көбейтесіздер, ол 2-ге тең. 6-тан 2-ні азайтып, күкірттің тотығу дәрежесі +4 деп бірден осылай алсаңыздар болады. Немесе теңдеу құрып көрейік. Теңдеуді қалай құрамыз? 1-ді 2-ге көбейтесіздер, яғни былай жазамыз. 1 көбейтілген 2, бұл жерде бізде күкірт белгісіз ғой. Сондықтан не істейміз? +x деп аласыздар. Келесі, бізде оттек берілген. Оттектің тотығу дәрежесі -6-ға тең, ал индексі бізде 3-ке тең. Сондықтан не істейміз? X плюс 2-ні 3-ке көбейтесіздер, мұнда -6 деп аласыздар. Тең 0-ге теңестіреміз. Енді осы жерден есептейміз оқушылар. 2 плюс x -6 тең 0 болады. Енді
2 плюс x минус 6 теңдіктің оң жағына өткенде ол плюс таңбамен өтеді. Сондықтан мына жақта бізде 6 болады, иә? Енді x-ті мәнін табу үшін 6-дан азайтасыздар 2-ні. Сол кезде бізде күкірттің тотығу дәрежесі плюс 4 болады, оқушылар. Сұрақ бар ма? Екі жолын көрсеттім сіздерге. Сұрақ бар ма, оқушылар? Сұрақ жоқ дейді Наргиза. Дамир сұрақ жоқ дейді. Саялы жоқ дейді. Аха. Сұрақ жоқ болса, оқушылар, сіздерге қай жол ыңғайлы болды, соны жазып жіберсеңіздер. Бірінші немесе екінші. Қай жолмен шығару тиімді болып табылды сіздерге? Бірінші, иә? Онда кетті, қалғандарын бірінші жолмен шығарайық. Бірақ бұл қышқылдарға ғана қатысты, оқушылар. Біз тұздарды былай шығара алмаймыз. Тұздарда дәреже өзгереді. Я просто азайта салу негізі ең тиімді әдістердің бірі болып табылады. Қайта түсіндіресіз ба дейді Ернар. Ернар, қараңыз. H2SO4-тен қайтадан түсіндіріп өтейін, иә? Екі тәсілмен. Алдыңғы слайдқа мінеке. Ақырыс алдыңғы слайд дейді. Міне, скринді аласыз ба, ақырыс? Көрдіңіздер ғой, скриндап. Енді кеттік, біз күкірт қышқылын анықтап көрейік. Мұнда оттектің тотығу дәрежесі нешеге тең, оқушылар? Рахмет дейді. Оттектікі нешеге тең, жазып жіберейік. Я минус 2 болады, Дамир. Ал сутек бізде тұрақты плюс 1-ді көрсетеді. Бізге күкіртті анықтау керек. Бірінші жолы 2-ні не істейміз? 4-ке көбейтесіздер. Сонда 8 болады. 1-ді 2-ке көбейтеміз, 2 болады. 8-ден 2-ні азайтамыз, оқушылар, плюс 6 бірден тапсаңыздар болады. Немесе екінші әдіспен қараңыздар. Аха, Саялы, мен сабақты сақтауға тырысамын, бірақ соңына дейін отырыңыздар, жақсы ма? Сабақ сақтала ма, сақталмай ма, ол жағын білмедім. Енді екінші әдіс. 1-ді 2-ке көбейтеміз. 1 көбейтілген 2. Бізде күкірттің тотығу дәрежесі белгісіз, сондықтан ана жақта x деп аласыздар. X плюс енді минус 2-ні көбейтеміз 4-ке, тең 0-ге, иә? 1-ді 2-ке көбейтесіздер 2 болады, плюс x болады. Мына жақтан минус 2-ні 4-ке көбейтетін болсаңыздар минус 8 болады. Сондықтан мына жаққа біз минус 8 жазамыз. Тең 0-ге теңестіріп аласыздар. Енді 2 плюс x тең бізде 8. X-ті табу үшін 8-ден 2-ні азайтасыздар. Сол кезде x-ті мәні плюс 6 болады, оқушылар. Мінеке, осылай анықтайсыздар. Сұрақ бар ма? Оқушылар, сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ дейді, ақырыс. Дамир жоқ дейді. Аха, Саялы сұрақ жоқ, апай дейді. Сұрақ жоқ болса, онда келесісін жалғастырайық. H3 Po4 берілген екен. Оттектікі минус 2, сутектікі плюс 1. 2-ні 4-ке көбейтесі 8 болады. 1-де 3-ке көбейтеміз, ол бізде 3 болады. 8-ден 3-ті азайтасыздар, фосфорды 1-ден плюс 5 деп аламыз. Мінеке, таптық. Келесі, фосфорлы қышқылды анықтап көрейік. Оттек минус 2, сутек плюс 1. 2-ні 3-ке көбейтеміз, ол 6 болады. 1-де 3-ке көбейтесіздер 3 болады. 6-тан 3-ті азайтасыздар, сонда плюс 3 болады. Мінеке, осылай анықтайсыздар. Бұл қышқылдар бойынша, оқушылар. Енді біз тұздардың тотығу дәрежесін қалай анықтаймыз, соған тоқталып өтейік, иә? Алюминий сульфаты берілген, осы жердегі біз күкірттің тотығу дәрежесін табуымыз керек, оқушылар. Алюминийдің тотығу дәрежесі нешеге тең, оқушылар? Қалай анықтаймыз оны? Топ номеріне қараңыздар алюминийді. Дамир қай жерін көрсетейін? Я плюс 3 болады, Нұршат, Ажар дұрыс айтады, Анар дұрыс айтады. Ақырыс, Лаура, молодцы. Алдыңғы слайд дейді, Дамир. Міне, алдыңғы слайд. Скринді аласыз ба? Саялы плюс 3 дейді. Қазір осы жақсаның сыртында индексті қалай анықтаймыз, соны үйренетін боламыз, оқушылар. Кеттік, біз алюминийдің тотығу дәрежесін анықтаймыз. Ол бізде алюминий 3-ші топта орналасқандықтан оның тотығу дәрежесін біз плюс 3 деп аламыз. Жаңа оттекті қарастырдық, иә? Оттек всегда минус 2-ні көрсетеді деп айттық. Енді қараңыздар, 3-ті не істейміз? 2-ке көбейтесіздер. 3 көбейтілген 2 қосылған. Мына 3, оқушылар, ол жақшаның ішіндегі күкіртке де, оттекке де қатысты. Онда не істейсіздер? 3-ті жақшаның сыртына шыға жіберейік. Сонда жақшаның ішінде не қалды? X плюс минус 2 көбейтілген 4, оны 0-ге теңестіреміз, оқушылар. Енді осының мәнін табайық. 3-ті 2-ке көбейтеміз 6 болады, плюс. Бірінші 3-ті көбейтеміз x-қа. Сонда 3x болады, иә? Так. Я 3x-ті бірден жазамыз. Минус, сонда 3 ол бізде нағанда көбейтіледі. Екінші мән. 2-ні 4-ке көбейтесіздер 8 болады. Минус 8 ғой. Минус 8-ді 3-ке көбейтетін болсаңыздар, оқушылар, минус 24 болады. Тең 0 деп аламыз. Енді 3x тең 24-тен азайтамыз 6-ны. 3x тең 24-тен 6-ны азайтатын болсаңыздар 18 болады. Енді x-ті мәнін табу үшін 18-ді 3-ке бөлесіздер, оқушылар. Сонда
Біздегі жауап +6 болады. Осы жердегі біз күкірттің тотық дәрежесі +6 екенін білдік. Мына жаққа +6 деп аламыз. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма оқушылар? Сұрақ жоқ дейді. Расыл сұрақ жоқ дейді. Қысқа жол дейді. Аяжан бұның қысқа жолы жоқ. Тек осылай ғана шығарамыз. Немесе, қазір қысқа жолын айтып көрейін, я? Бұлай айтсаңыздар болады. Бізде күкірттің ең жоғарғы несі бар ғой? Оттекті қосылысы. Ең жоғарғысы бізде SO4, я? SO4-ті көрдіңіздер ма? Күкірттің ең жоғарғы тотығы дәрежесі +6 екенін білсеңіздер, бірден алюминий SO4 па? Осы жердегі күкірттің тотығы дәрежесі +6 деп аласыздар. Ал SO3-те бізде күкірттің тотығы дәрежесі нешеге тең? Біз SO3-ті анықтадық, я? Міне, +4. SO3-ті көрдіңіздер ме? Күкірттің тотығы дәрежесі +4 деп алсаңыздар болады. Міне, осылай оңай жол бар. Күкірттің өзі екі қосылысы бар ғана жақта берілген ергіш кестесінде. Біреу бізде SO4, біреу бізде SO3. SO3 болатын болса, ол бізде +4-ке тең. SO4-ті көрдіңіздер ме? +6. Бұл күкіртке қатысты оқушылар. Осылай екі жолмен анықтасаңыздар болады. Сұрақ бар ма? Қысқа жол осындай енді, басқа жолды көрсете алмаймын оқушылар. Аха, және түсінікті, сұрақ жоқ дейді Саялы. Аха, Дамир жоқ дейді. Аха. Енді калий хроматы берілген екен, осы жердегі хромның тотық дәрежесін анықтап көрейік оқушылар. Оттек -2, калий бірінші топта орналасқан, сондықтан оның тотық дәрежесі 1-ге тең. Енді не істейміз? Хромды табамыз. Хромды табу үшін оқушылар былай жасаймыз. 1-ді көбейтеміз 2-ге. 1 көбейтілген 2. Мына x 2-ге көбейтіледі оқушылар. Сондықтан плюс 2x деп аласыздар. Келесі -2-ні 7-ге көбейтетін болсаңыздар, ол -14. Сондықтан ана жаққа 1-ден -14 деп жазасақ жақсы қалмай, жақсы ма? -14 тең 0 деп аласыздар. Енді 1-ді 2-ге көбейтеміз 2 плюс 2x. 0-ден -14 азайтып тастайсыздар, тең 14 деп алайық. Енді 2x-тен 14-тен 2-ні азайтатын болсаңыздар, 2 теңдіктің оң жағына өткенде, ол минустан боймен өтеді, сондықтан ана жақта бізде 12 болады. Енді x мәнін табу үшін 12-ні 2-ге бөлесіздер, сонда бізде +6 болады. Мінекей біз хромның тотық дәрежесін анықтадық. Ол +6-ға тең 12. Келесі калий фосфатын анықтап көрейік. Оттек -2, калий бізде +1, мына жақта бізде фосфор табу керек, я? 1-ді көбейтеміз 3-ге, ол 3-ге тең, плюс x деп аламыз. -2-ні 4-ге көбейтетін болсаңыздар, -8 болады. Бұны біз 0-ге теңестіреміз оқушылар. Енді 3 плюс x тең 0 плюс 8 болады, я? 3 плюс x тең бізде 8. 8-ден 3-ті азайтатын болсаңыздар оқушылар, ол бізде плюс 5-ге тең. Мінекей фосфордың тотық дәрежесі бізде плюс 5. Осы жерден анықтасаңыздар болады. Енді соңғысы кальций фосфатындағы фосфордың тотығы дәрежесін өздеріңіз анықтаңыздар оқушылар. Қазір көреміз, кім қаншалықты дәрежеде тотығы тотықсан реакциясын түсінді. Осыны анықтай аламыз. Жақсы ма? Плюс 5 дейді Ажар. Ажар молодец, уже тауып қойыпты. Аха, Саялы плюс 5 дейді. Аха, Нұршат, Айша, Ақырас өте керемет оқушылар. Түсінікті ғой баршаға тотығы дәрежесін қалай анықтау керегі. Біз осы тотығы дәрежесін білсек қана тотығы тотықсан реакцияларын шығара аламыз оқушылар. Анар молодец, уже жаз жеріпті. Я, апай, түсінікті дейді. Түсінікті болса, оқушылар, осы тапсырма, одан кейін қазір тағы да 3 тапсырма берейін. Соны общий группаға шығарып, тотығы дәрежелерін анықтап жібереміз. Сол кезде мен білемін, қай оқушы түсінді, қай оқушы түсінбеді, я? Түсінбесеңіздер, қайтадан сұрай беріңіздер. Негізі білім ауылда ұятсыз болды деп бекер айтпаған ғой. Енді қараңыздар, кальций нитратындағы кальций NO3-2 азоттың тотығы дәрежесін анықтаңыздар. Келесі екіншісі бізде кальций фосфаты берілген. Енді кальций фосфатын берейін сіздерге. Кальций 3 пош 2 еселенген, осы жерде фосфорды анықтаңыздар. Келесі бізде калий хлораты. Калий хлор O3. Осы жерде хлорды анықтаңыздар. Калий перманганаты бар, я? Калий 2 MnO4. Осы жердегі марганецтің тотығы дәрежесін анықтаңыздар. Сіздерге тапсырма. Скриндап аламыз оқушылар. Скриндап алсаңыздар айтыңыздар. Келесі тапсырмаға өтейік. Нұрасы молодец, уже жазып жатыр. Сабақтың соңында тексеремін группада оқушылар. Группаға жіберіп қойыңыздар осы 4 тапсырманы. Жақсы ма? Кеттік па онда келесіге? Аха, кеттік онда. Енді оқушылар, біз бірінші тотығу дегенімізне, одан кейін тотықсыздану дегенімізне екеуін анықтамасын білуіміз керек. Тотығу дегеніміз ол электронды беру процесі,
яғни тотығу электронды беретін болса, сәйкесінше оның тотығу дәрежесі артады оқушылар. Осын жаттаймыз. Келесі, тотықсыздану дегеніміз не? Ол электронды қосып алу процесі сәйкесінше тотығу дәрежесі кемейді оқушылар. Яғни тотығу электрон беру, тотықсыздану электронды алу. Енді мына жақта қысқаша түсініп алсақ болады. Тотықсыздану электронды қосып алатын болса, яғни электрон жейді ғой. Электрон жегеннен кейін біз толық адамды елестетсек болады. Немесе, мысалы, тотығу сөзі бізге қысқа сөз ғой. Қысқа болғандықтан ол арық адамды елестетсеңіздер болады. Тотықсыздану ол бізде ұзын сөз ғой, немесе семіз адамды елестетсеңіздер болады оқушылар. Енді осыған байланысты тотықсыздандырғыш электронды алу, яғни электронды алады. Ал тотықтырғыш электронды алады, тотықсыздандырғыш электронды беріп жіберетін атом немесе ионды қарастырамыз. Енді біз мынаны білуіміз керек оқушылар. Қазір бірінші жолын көрсетем, екінші жолы ол координация бойынша көрсететін боламын. Сондықтан екеуінен қайсы сіздерге ыңғайлы, сол бойынша шығарсаңыздар болады. Енді қараңыздар, бізде былай берілуі мүмкін. Оттек -1-ден оттек -2-ге өзгерді. Сол кезде қанша электрон қосып алды, қанша электрон беріп жіберді, біз осыны анықтауымыз керек. Бірінші кезекте не істейсіздер? Оны анықтау үшін -1, мына жақта оттектің тотығу дәрежесі, -1-ден азайтамыз -2-ні. Осы жерден сіздер білсеңіздер болады. Ол не істеді? -1, мына жақта минус пен минус плюс болады да, +2, сонда не қалды бізде? +1. +1 электронды қосып алды деген сөз. Мына жаққа +1 электрон. Бұл бізде қазір тотығу дәрежелерінде керек болады оқушылар. Осылай анықтаймыз. Ол электронды қосып алса, қандай процесс? Ол тотықтырғыш, яғни тотықсыздану процесіне қатысады. Оны да қарастырамыз қазір. Келесі, мысалы, хлор 2,0-ден бізде хлор -1-ге өзгерді. Бірақ оқушылар мынаны ескеру керек. Бізде бастапқы зат пен өнім екеуі всегда тең болу керек. Қараңыздар, мұнда хлор 2 атом болып тұр, иә? Индекс 2 болып тұр ғой. Онда мұндағы түзілген хлорда 2 болу керек. Сондықтан алдына 2 деген коэффициент қойып, біз теңестіріп аламыз оқушылар. Енді не істейміз? 0-ді 2-ге көбейтесіздер, ол 0 болады. 0-ден азайтамыз. Енді қараңыздар, -1-ді 2-ге көбейтетін болса, ол -2 болады. Мына жаққа -2 деп аласыздар. Енді 0-ге қосамыз 2-ні, сонда не істеді ол? +2 электронды өзіне қосып алды. Бұл да тотықтырғыш, иә? Электронды қосып алып тұр оқушылар, 2 электрон. Келесі сіздерге мысал. Оттек 2-ден, яғни 0-ден оттек -2-ге өзгерді. Осыны анықтаңыздар. Ол қанша электронды қосып алады екен? Сіздерге тапсырма. +4 дейді Ажар. Ажар молодец. Саялы +4 дейді. Дәме +4 дейді. Өте жақсы оқушылар, кәдімгі түсініп алыпсыздар ғой сіздер. Енді біз не істейміз? Бірінші кезекте оттекті теңестіріп аламыз, иә? Мұнда оттек 2 атом екен, онда мұндағы оттектің алдына 2 деген коэффициентті қоясыздар. Енді 0-ді 2-ге көбейтеміз, ол 0 болады. 0-ден азайтамыз. 2-ні 2-ге көбейтетін болсаңыздар -4 болады, иә? Мұнда -4 болады. Мына минус пен минус плюс болады да, 0 + 4, сонда ол не істеді? +4 электронды өзіне қосып алды. Мына жаққа біз +4 электрон деп осылай анықтасақ болады оқушылар. Бұл бізде бірінші жолы. Енді қазір біз тотығу тотықсыздану реакцияларын түсініп алайық, келесі екінші жолын қарастырамыз. Енді тотығу тотықсыздану реакциялары дегеніміз не? Қосылыстарды құрайтын элемент атомдарының тотығу дәрежелерінің өзгеруімен жүретін реакцияларды қарастырамыз. Мысалы, бірінші реакция теңдеуін қарастырайық. Ол жерде тотығу дәрежесі өзгерді ме, өзгермеді ме? Соны қарастырсаңыздар. Бірінші, натрий бізде +1-ден натрий +1-ге өзгеріп тұр. Оттек бізде -2, сутек +1. Сутек +1, хлор -1. Сутек +1, оттек -2. Тотығу дәрежесі өзгерді ме оқушылар? Өзгерді ме? Өзгеріс байқап тұрмыз ба? Натрий +1 еді, +1-ге қарап тұр. Оттек -2 еді, әлі -2. Сутек +1 еді, әлі +1. Өзгермеді, иә? Онда тотығу дәрежесі өзгермейтін болса, бұл тотығу тотықсыздану реакциясына жатпайды оқушылар. УБТ-да дәл осындай сұрақ келеді. Сондықтан біз біріншісін қарастыра алмаймыз. Бізге тотығу дәрежесі өзгеретін реакция керек. Сондықтан екіншісін қараңыздар. Сутек 0-ден сутек +1-ге өзгерді, иә? Қарап отырсаңыздар. Жай заттардың тотығу дәрежесін білесіздер оқушылар. Ол 0-ге тең, иә? Келесі хлорды қараңыздар. Хлор 0-ден хлор -1-ге өзгерді. Қарасаңыздар, екінші реакция теңдеуі бізде тотығу тотықсыздану реакция теңдеуіне жатады екен. Себебі бізде тотығу дәрежелері өзгеріп тұр оқушылар. Сұрақ бар ма? Дәрежесін қайдан білеміз дейді? Дәрежесін оқушылар. Ергіштік кестесінің артынан білсеңіздер болады. Мен кестемді бір көрсете салайын. Аз кітапты ашып.
кітаптың артында көрініп тұрған болса ергіштік кестесі бар. Осы жердің жоғары жағында металдардың тотығу дәрежелері барлығы берілген. Осы жерден анықтай аласыздар. Одан кейін мына жақта галогендердің тотығу дәрежелері берілген. Фтор минус, хлор минус, бром минус, иод минус деп тұр. Минус деп тұрғаны бұлардың -1 тотығу дәрежесін көрсететін екендігін білдіртеді оқушылар. Осы жерден анықтаймыз. Сұрақ бар ма? Немесе тотығу дәрежені былай анықтасаңыздар болады. Бірінші топта орналасқан элементтер +1-ді көрсетеді, екінші топта орналасқандар +2-ні көрсетеді, үшінші топта орналасқан элементтер +3-ті көрсетеді. Ал қалған элементтер бізде ауыспалы тотығу дәрежелерін көрсетеді. Оны қазір сабақтың соңында тағы да түсіндіріп өтетін боламыз. Сұрақ бар ма? Қалай анықтау керек бойынша? Оқушылар, сұрақ бар ма? Және түсінікті дейді. Дамир, түсінікті ма? Жоқ дейді Саялар. Жақсы оқушылар, түсінікті болса, онда сабағымызды жалғастырайық. Жақсы ма? Так, біз қарастырдық. Енді сіздерге сұрақ. Қазір реакция теңдеуін берейін. Сол жерде қайсысы бізде тотығу тостаған реакциясы жатады, қайсысы жатпайды, соны анықтаңыздар. SO3 плюс H2O тең бізде H2SO4. Сосын тағы не бар? Натрий плюс O2 тең бізде натрий 2O. Қайсысы тотығу тостаған реакциясына жатады оқушылар? Жатпайды, жатады. Ақырыс, молодец, уже менімен лист жазып қойыпты. Өте керемет. Жақсы. Қалған оқушылар? Түсінікті ғой баршаға, иә? Өте жақсы. Наргиза дұрыс жазады. Наргиз. Онда кеттік оқушылар. Енді бізде координация берілген. Біз қанша электронды береді, немесе қанша электронды алады. Осы координация арқылы анықтай аламыз оқушылар. Бұл бізде екінші жолы. Қалай анықтаймыз? Мысалы қараңыздар. Бізде теңдіктің 0-ден бастап минус таңбамен жазылатындар бар ғой. -1, -2, -3, -4-тердің барлығы сол жақ бөлікте жазылған, иә? Бұлар бізде тотықтырғыш болып табылады. Тотықтырғыш дегеніміз электронды алады оқушылар. Тотықтырғышты көрдіңіздер ме? Тотықтырғыш деп отырғанымыз ол тотықсыздану процесіне қатысады. Процесті біліп алыңыздар. Тотықсыздану өзі тотықтырғыш. Осын шатастырмау керек оқушылар. Тотықтырғыш дегеніңіздерде астына тотықсыздану процесі деп жазып қойыңыздар. Осылай жазып қойыңыздар. Келесі, теңдіктің оң жағында орналасқан, олар бізде плюс таңбалар, иә? Бұлардың барлығы бізде тотықсыздандырғыш, яғни электронды беріп жібереді тотықсыздандырғыштар. Электронды берсе, ол минус электрон, иә? Енді бұл бізде процесс қалай болады? Процесс ол бізде тотығу болады, яғни тотығу процесі. Сұрақ бар ма? Осы ұбытыда келеді, шатастыру үшін сіздерден сұрайды. Тотығу процесін тап, тотықсыздану процесін тап деп осылай келеді оқушылар. Тотықсыздандырғышты ТСШ деп жазсақ болады. Ал тотықтырғышты ТТШ деп жазамыз. Осыны шатастырмау керек оқушылар. Осы екі атауын жақсылап жаттап алыңыздар. Бұл өте маңызды. Жаңа айтқандай ұбытыда бұндай сұрақтар келеді. Мен нағыз ұбытта келетін сұрақтардың барлығын барынша осы жерге жинақтадым оқушылар. Сұрақ бар ма? Енді біз анықтайық. Мысалы, бізде реакция теңдеуі бар, иә? Натрий плюс O2, сонда бізде натрий оксиді бөлінеді. Натрий 2O. Енді қараңыздар. Бізде натрий 0-ден натрий плюс 1-ге өзгерді. Ол қандай процесс? Яғни 0-ден плюс 1-ге қарай өзгеретін болса, теңдіктің оң жағына қарай өзгеріп тұр. Бұл қандай процесс оқушылар? Оңға қарай өзгеріп тұр. Тотықсыздандырғыш мінеки. Бұл бізде тотықсыздандырғыш. Енді оттекті қараңыздар. Оттек бізде 0-ден, O2 ғой, минус 2-ге қарай өзгеріп тұр. Керісінше, минус 2-ге қарай өзгеріп тұр оттек. Қандай процесс оқушылар? Процесс қандай процесс? Тотықтырғыш бұл. Ал процесі ол тотықсыздану процесі оқушылар. Сұрақ бар ма? Дамир дұрыс жазады. Енді сіздерге тапсырма. Бірінші, сосын екінші, және 3 тапсырма берейін. Осы жерден тотығу, тотықсыздану реакцияларын анықтаңыздар. Қайсысы тотықтырғыш, қайсысы тотықсыздандырғыш? Мысалы, азот минус 3-ден, азот бізде плюс 5-ге өзгерді. Немесе хлор минус 2-ден, хлор бізде плюс 6-ға өзгерді. Хлор 2 0-ден, хлор минус 1-ге өзгерді. Қандай процесс? Жазыңыздар. Бірінші, екінші, үшінші деп жазып жіберіңіздер комментарийға. Азот минус 3-ден, мына минус 3 тұр ғой, ол барады да плюс 5-ге қарай өзгереді екен.
бірінші тотықсыздандырғыш процесс тотығу. Дұрыс жазасыздар. Келесі 2-ні қараңыздар. Екінші ол -2-ден барады да ол +6-ға кетеді екен. Екінші де бізде тотықсыздандырғыш, өте жақсы, тотықсыздандырғыш. Келесі хлорды қараңыздар. Хлор 0-ден керісінше -1-ге қарай өзгеріп жатыр екен. Ол қандай процесс? Тотықтырғыш, ТТШ, ТТШ немесе оны тотықсыздану процесі деп атайсыздар. Сұрақ бар ма анықтау бойынша? Қалай анықтау керектігі сұрақ бар ма? Жоқ дейді апай Саялы. Наргиза тотықсыздандырғыш дейді. Жақсы оқушылар, сұрақ жоқ болса, енді біз тотықсыздан реакциялар бізге не үшін керек оқушылар? Айтыңыздаршы, не үшін керек? Минус деп жазамыз, Аяжан дұрыс айтады. Ал оқушылар, тотықсыздан реакциялар не үшін керек? Әрине теңестіру үшін керек. Енді біз екі түрін қарастырамыз ғой, иондық. Сосын қандай әдіс бар? Иондық әдіс бар. Сосын электрондық баланс әдісі бар. Иондық электрондық баланс әдісін біз алдағы уақытта өтеміз. Ол да ОБТ-да келеді. Ол өте қиын реакцияларды оңай теңестіру үшін маңызды болып табылады. Енді қараңыздар, біз мына жақтан әрбір элементтің тотығу дәрежесін анықтап алуымыз керек біз реакцияны теңестіру үшін. Анықтаймыз ба? Кеттік, калий перманганаты берілген екен. Осы жердегі тотығу дәрежесін анықтайық. Оттек -2, калий +1, 2-ні көбейтеміз 4-ке, 8 болады, 8-ден 1 азайтасыздар, марганец +7. Міне осылай анықтаймыз. Жаңа анықтауды үйреттім оқушылар. Бұл жерде сұрақ жоқ шығар, Оттек -2, калий +1, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 6-тан 2-ні азайтасыздар, +4 болады. Анықтадық. Келесі, мұнда оттек -2, сутек +1, 2-ні 4-ке көбейтеміз 8 болады, 8-ден 2-ні азайтасыздар, +6 болады. Мінекей осылай анықтайсыздар. Келесі, оттек -2, марганец бізде тотығу дәрежесі +2-ге тең оқушылар. Оның ергіштік кестесінің артынан қарасаңыздар болады. Жоғарыда металл катиондарының тотығу дәрежелері жазылған, сол жерден қарайсыздар. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, 8-ден 2-ні азайтасыздар, +6 болады күкірт. Келесі, калий сульфатын анықтайық. Оттек -2, калий +1, күкірт +6-ға тең. Оттек -2, сутек +1. Енді қарайық, бізде қай элементтердің тотығу дәрежелері өзгеріп тұр оқушылар? Бізге сол ғана керек. Марганецті қараңыздар, марганец +7-ден неге өзгеріп тұр? Марганец +2-ге өзгеріп тұр екен. Тағы не өзгеріп тұр? Күкіртті қараңыздар, күкірт +4-ден, күкірт ол бізде +6-ға өзгеріп тұр екен. Біз осы өзгерісті жазып шығуымыз керек. Мұнда қараңыздар, марганец +7-ден, марганец неге өзгерді? +2-ге өзгерді. +7-ден +2-ге өзгеретін болса, ол не істеді? Қанша электронды қосып алып тұр өзіне? 2 теңдіктің оң жағына өтсе, сол жағына өтсе, ол минустан бөлініп өтеді ғой. 7-ден 2-ні азайтып тастайсыздар, сонда +5 электронды өзіне қосып алды оқушылар. Келесі, күкіртті қараңыздар. Күкірт +4-ден күкірт +6-ға өзгеріп тұр оқушылар. 6-ны теңдіктің сол жағына өткізетін болсаңыздар, минустан бөлініп өтеді, сондықтан -6-тан 4-ті қосу болып тұр ғой. Ол кезде азайтатын болсаңыздар, 6 үлкен сан болғандықтан соның таңбасы алынады оқушылар. Сондықтан біз -2 электрон деп жазамыз. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма оқушылар? Тотықсыздан реакцияларында біреуі міндетті түрде тотықтырғыш, біреуі міндетті түрде тотықсыздандырғыш болады. Яғни плюс болды ма, ол тотықтырғыш, электронды қосып алып тұр. Минус электронды бер жеріп тұр ғой, ол тотықсыздандырғыш оқушылар. Қараңыздар, бізде +4, 6 теңдіктің сол жағына өтетін кезде минус таңбамен өтеді. +4 -6 не болады? Әрине үлкен таңбаны сан қоясыздар, -2 болады. Сондықтан -2 электрон болып тұр мына жерде. Сұрақ бар ма? Біз өзгерісін анықтадық. Енді не істейміз? Реакциямызды теңестіруіміз керек оқушылар. Теңестіру үшін былай жасайсыздар. 5 пен 2-ге ең кіші ортақ еселікті анықтаймыз. Ең кіші ортақ еселік деп отырғанымыз осы екеуіне де бөлінетін сан оқушылар. 5 пен 2-ге қандай сан бөлінеді? Екеуіне де бөліну керек. Ол ең кіші 10, я? Енді 10-ды 5-ке бөлесіздер, ол 2-ге тең. 10-ды 2-ге бөлесіздер, 5-ге тең. Енді мына жақта 2 мен 5 бұл бізге не үшін керек? Әрине, ол бізде реакциямызды теңестіру үшін керек. Айтып тұр. 2-ні марганецтің алдына қой деген сөз. Сонда калий марганец O4-тің алдына 2 қоямыз оқушылар. Ал 5-ті қайда қой деп тұр? Ол калий сульфидінің алдына 5 қоямыз оқушылар.
біз мына жақта күкірттің өзгерісін алдық қой, сондықтан калий сульфитінің алдына 5 қоямыз оқушылар. Келесі мына жаққа да 2 қоямыз. Енді қалған өзіміз теңестіріп алуымыз керек. Енді санайсыздар. Мында күкірт нешеу болып тұр? Күкірт 5 болып тұр. Мына жақтағы күкіртпен теңесті ме реакция? Мында күкірт 2 екен, мында күкірт 1 екен. Теңестіру керек оқушылар. Онда не істейміз? Мында 6 қоямыз. Себебі калий нешеу болып тұр? Мында 10 болып тұр. Мына жақта бізде 2 болып тұр. Сонда жалпы калийдің саны оқушылар. Калий 12-ге тең екен. Калийіміз 12 болушы, мында неше қоямыз? Калий S4-тің алдына. Әрине 6 қоясыздар. 6 мен 2 көбейтіліп 12 болып бізде калий теңеседі сонда. 12 калий. Калийіміз теңесті. Енді бізге күкіртті теңестіру керек. Мында күкірт 2, мында күкірт 6. 6-ға 2-ні қосатын болсаңыздар 8 болып тұр. Енді бізге 8 күкірт керек, иә? Мында 5 бар екен. Бізде 8 болу үшін мында 3 қоясыздар. Сонда 5-ке 3-ті қосасыздар, бізде күкірт теңесті. Енді соңғы бізде сутек қалды. 3 пен 2-ні көбейтесіздер, сутек бізде 6 болып тұр. Енді сутек 6 болу үшін не істейміз? Мында сутек 2, алдына 3 деген коэффициент қоясыздар, сонда сутек 6 болып теңесті. Сұрақ бар ма? Осылай теңестіреміз оқушылар. Саялы, барлығы түсінікті дейді. Жақсы оқушылар, түсінікті болатын болса, мынау тапсырма сіздерге. Группаға жібереміз оқушылар тапсырманы. Жақсы ма? Скриндап алыңыздар тапсырманы. Келесі сұраққа өтейін. Жақсы ма? Скриндап алдық па оқушылар? Скриндап алсаңыздар, енді келесін тағы да бір теңестіріп көрейік. Бұл жерде бірінші кезекте тотығу дәрежелі өзгерісін анықтайық. Алюминий бізде 0-ден нешеге өзгеріп тұр? Алюминий плюс 3-ке өзгеріп тұр, иә? Оттек минус 2, калий плюс 1, 2-ні 3-ке көбейтесіздер 6 болады, 6-ны 3-те тастайсыздар плюс 3 болады. Келесі, бізде азот қараңыздар, азот плюс 5-тен, азот бізде минус 3-ке өзгеріп тұр екен оқушылар. Енді қарастырайық. Алюминий 0-ден, алюминий өзгерген плюс 3-ке. Алюминий 0-ден плюс 3-ке өзгеретін болса, ол не істеді? Минус 3 электрон беріп жіберді оқушылар. Себебі минус плюс 3 теңдіктің сол жағына өткенде минус таңбамен өтеді оқушылар. Келесі азот. Азот плюс 5-тен, азот бізде минус 3-ке өзгеріп тұр екен. Енді минус 3 теңдіктің сол жағына өтетін болса, плюс таңбамен өтеді ғой, дұрыс па? Сонда 5-ке 3-ті қосасыздар, сонда ол плюс 8 болады. Неге жаздық? Плюс 8 электрон. Яғни электронды қосу алды, ол не ол? Тотықтырғыш, ТТШ, тотықсыздану процесі, иә? Ал электронды беріп жіберсе, ол тотықсыздандырғыш, ол тотығу процесі болып табылады. Үшін шатастырмаймыз. Енді бізге не керек? 3 пен 8-ге бөлінетін ең кіші ортақ еселік керек оқушылар. Әрине 24-ке тең, иә? 3-ке де 8-ге де бөлінетін сан 24. Енді 24-ті 3-ке бөлесіздер, ол 8-ге тең. 24-ті 8-ге бөлетін болсаңыздар 3-ке тең оқушылар. Таптық қой. Енді бізге айтып тұр, алюминийдің алдына 8 қой деп тұр. Қоямыз біз алюминийдің алдына 8. Енді келесі бізде алюминий тағы да теңесу керек. Онда не істейміз? Калий алюминантының алдына тағы да 8 қоямыз. Алюминийіміз 8 болып теңесті. Енді бізге азотты теңестіру керек. Азоттың алдына 3 қой деген сөз. Сонда калий нитратын алдына оқушылар біз 3 қоямыз. 3 қойдық. Енді қалғанын өзіміз теңестіруіміз керек. Сосын мына жақтағы азоттың алдына 3 қоямыз оқушылар. Енді калийдің саны мына жақта 8-ге 3-ті көбейтсеңізде 24 болып тұр ма? 24 калий болу керек. Мұнда бізде 3 калий бар екен. Енді 24 болу үшін мұнда 21 деген коэффициент қоясыздар. 21-ге 3-ті қоссаңыздар 24 болып бізде калий теңесті оқушылар. Енді сутекті санаңыздар. Сутектің саны қанша болып тұр? Мұнда бізде 9 сутек бар екен. 21 сутек болу керек, иә? Онда мұнда 6 қоямыз, 12-ге 9-ды қосасыздар, 21 болып бізде реакция теңесті. Сұрақ бар ма теңестіру бойынша? Так, Анұрай сұрақ қойыпты. Анұрайдың сұрағына жауап бере салайын. Не дейді? Апай, біз өзіміздікіне жібере береміз ба дейді. Общий группаға жібереміз, Ажар. Апай, сұрайыншы, алюминий ергіштік кестесіне плюс 3 деп тұр. Оны басында қалай 0 деп соны түсінбей жатырмын дейді. Нұрай, қараңыз. Жай заттардың тотығу дәрежесі 0-ге тең. Всегда. Жай зат деп отырған сол бір ғана элементтен тұратын қосылыстар. Натрий, калий, магний деген сияқты. Ал қарасаңыз, алюминий ол жалғыз тұр, иә? Жалғыз тұрғандықтан, жалғыз тұрған элементтердің барлығын тотығу дәрежесі 0 деп аламыз. Ал плюс 3 қашан болады? Плюс 3 ол алюминий қосылысында. Алюминий сульфаты, алюминий оксиді беріледі ғой. Вот сол кезде алюминийді біз плюс 3 деп аламыз. Ал жай зат мысалы
магний болатын болса, ол жай зат болсын. Негізі ол екінші топта орналасқан, иә, +2 деп жазуымыз керек, бірақ ол жалғыз өзі тұрғандықтан біз оның тотығу дәрежесін 0 деп аламыз оқушылар. Жақсы ма? Аха. Я, ақырыс қазір бітеді, шамалы ғана қалды сабағымыз. Қазір соңында да опытыда көп келетін нелер бар, соны барынша барлығын біріктіргенмін ғой. Қазір соңында жақсылап қарап алыңыздар, ақырыс, ол өте көп келеді. Айша, оны оқушылар скринда болуы мүмкін. Группаға жазып жіберсеңіз, группада жібереді оқушылар. Ал жібермесе, қазір сабақтың соңында өзім жіберемін, жақсы ма? Енді дәл осы сұрақ нағыз опытта келеді оқушылар. Біз осыны анықтай алуымыз керек. Ол шамалы бітейін деп қалды оқушылар. Енді біз элементтің жоғары тотығу дәрежесін анықтау үшін жаңа сұрады менен бір оқушы, тотығу дәрежесін қалай анықтаймыз деген сияқты, иә? Жоғары тотығу дәрежесін анықтау үшін біз топ номеріне қараймыз. 4-ші топтың элементтерінің топ номері нешеге тең? 4-ке тең ғой. 4-ші топта орналасып тұр, сондықтан оны +4 деп аласыздар тотығу дәрежесін. Ал 5-ші топта орналасқан элементтер +5 деп аламыз. 6-ші топта орналасқан элементтер +6 деп аламыз. Ал 1-ші, 2-ші, 3-ші топтағылар ол тұрақты топ номеріне байланысты тотығу дәрежесін көрсетеді. 1-ші топ +1, 2-ші топ +2, 3-ші топ +3. Бұл бізде тұрақты оқушылар. Келесі 7-ші топ, ол әрине +7 болады, иә? Міне осылай жаздық. Бірақ олардың айнымалы тотығу дәрежелері бар оқушылар. Соны да ескеруіміз керек. Енді ең төменгісін қалай анықтаймыз? Ең төменгісін. Периодта 7-8 топ бар, иә? 8 топ бар. Ең төменгісін анықтау үшін біз осы топ номерінен, яғни нешінші топ, содан 8-ші топты азайтып тастайсыздар. Қараңыздар. 4-ші топ қой. 4-тен 8 азайтамыз, сонда 4-ші топтағы элементтердің ең төменгі тотығу дәрежесі шығады. Ол -4-ке тең оқушылар. Келесі 5-ші топты анықтайық. 5, мына жақта 8 азайтамыз. Сонда 5-ші топтағы элементтердің ең төменгі тотығу дәрежесі -3 болады. Мінекей ең төменгіні осылай анықтаймыз. Бұл да опытта келеді оқушылар. Сондықтан жақсылап түсініп алыңыздар. Келесі 6-ші топ, 6-дан азайтамыз 8-ді. Сонда ол қаншаға тең? Әрине ол -2 болады. 6-ші топтағы элементтердің ең төменгі тотығу дәрежесі -2 болып табылады. Келесі 7-ші топ, 7-тен 8 азайтамыз, сонда -1 болады. -1 ол бізде галогендер, иә? Хлор, бром, йод деген сияқты 7-ші топта олардың ең төменгі тотығу дәрежесі -1 болып табылады оқушылар. Енді ОБТ-да аралық тотығу дәрежелерінде сұрайды. Біз оны да жаттап алуымыз керек. 4-ші топты көрдіңіздер ме? Аралық тотығу дәрежесі 0 және де +2-ні көрсетеді. Аралық деп отырғанымыз ол не? Аралық деп отырғанымыз ол тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсетеді. Қазір түсіндіріп өтемін. Ең жоғары тотығу дәреже ол тотықтырғыш қасиетті ғана көрсетеді, ал ең төменгі тотығу дәрежесі ол бізде тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Енді аралық жазып шығайын, сосын түсіндіріп өтемін тағы да. 5-ші топтағылар 0 мен +3-ті көрсетеді. 6-ші топта орналасқан элементтер ол 0 мен +4-ті көрсетеді. Аралық тотығу дәрежесі. Ал 7-ші топ ол 0, +1, +3, одан кейін +5 деген аралық тотығу дәрежелерін көрсетеді. Енді сіздерге мысал ретінде күкіртті көрсетейін, сонымен сабағымызды аяқтайық. Мысалы қараңыздар. Күкірт қай топта орналасқан? Күкірт 6-ші топта орналасқан. 6-ші топ болатын болса, ең жоғарғы тотығу дәрежесі +6-ға тең, иә? +6. Ол +6-дан әрі қарай +7, +8 бола алмайды ғой. Ең максималды тотығу дәрежесі +6 болғандықтан, бұл тек қана тотықтырғыш қасиет көрсетеді. Осыны сұрайды сіздерден. Күкірт. Мен күкіртті қарастырып жатырмын. Енді күкірттің ең төмен тотығу дәрежесі нешеге тең? Ол -2-ге тең, біз анықтадық. Сонда -1, мына жақта -2. Ол ары қарай -3-ге қарай азайып кете алмайды ғой. Сондықтан ең төменгі болғандықтан бұны біз тотықсыздандырғыш дейміз. Тотықсыздандырғыш көрсету үшін күкірт -2 тотығу дәрежесін көрсету керек оқушылар. Енді аралық дегеніміз не? Аралықта қандай тотығу дәрежесі бар екен? Ол +4 бар екен, иә? Мына жаққа біз +4 деп алайық. +4-ке қараңыздар. +4 ол +6-ға да жылжи алады, иә? Одан кейін -2-ге де қарай жылжи алады. Яғни +6-ға қарай жылжитын болса, ол тотықтырғыш қасиет көрсетеді, ал -2-ге қарай жылжитын болса, ол тек қана тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Сондықтан ол екі қасиетті де көрсете алады. Тотықтырғыш та бола алады, тотықсыздандырғыш та бола алады. Бұл нағыз ОБТ сұрақтарында келеді оқушылар. Енді қалғанын келесі сабақта қарастырайық. Бүгінмен сабақ аяқталсын, иә? Әлі тотықсыздану аяқталған жоқ оқушылар. Тағы да маңызды бір кішкене ғана қалды, оны ертең жалғастыра салайық. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқтайық, иә? Мен запись түсірдім.